кітапқа деген қызығушылығым кітап емес, ең бірінші сол газеттерден басталды. 5 жасымнан бастап оқыған шығармын. Тілім білмесе де әйтеуір бір нәрселерді оқып бастадым. Әкемізбен сапарға кетіп бара жатқанда анама тапсырма беретін, Назираға 1-2 кітап алып бер, мен келгенше оқып аяқтап қойсын деген сияқты. Сосын анам екеуміз базарға кітап дүкендеріне барамыз. Сол кезде мен өзімді әкемнің өзінше күшті қылып, керемет адам болып көрсету үшін әдейі суреті көп, жазуы аз кітаптарды сатып алатынмын. Сол кезде бір қулығым шығар менің де. Оқыған кітабым сандан жүргізген, бірақ осы жерде тұрған кітаптардың барлығын оқып шықтым десем де болады. Тек Мырзакелді Кемелдің жаңадан алған кітабын әлі оқып аяқтаған жоқпын. Бірінші томын ғана бастадым. Ол кісі көбінесе сол философтардың жазғандарын аударумен айналысады. Сонысы ұнайды маған. Бұлай қазіргі таңда ғаламтор арқылы немесе неше приложениелер көп қой, сол арқылы электронды түрде оқимын. Ең алғаш оқыған кітабым менің есімде жоқ, шын айтайын. Бірақ ол кездерде ертегілерден бастаған шығармын. Себебі ұйықтарда міндетті түрде 3-4 ертектен оқып тұратынмын. Ол кезде қазір де білмеймін, ертегілер қазақша бар ма жоқ па, орыс тілінде оқитынмын. Кейін мектепке барған соң 19-шы мектепте оқыдым өзім. Бірақ 3-ші мектептердің мұғалімдері басқашалау болды ма, соларға барып ақылдасып, жаңа өзімнің орысша жазылған ертегілерді басқа кітап қазақшаларға ауыстырып алатын. Онда алдар өрсе деген есімде бар. Алдар өрсердің неше түрлі әртүрлі түстегі кітаптар болып, соларды алып оқитынмын қазақша. Уақытым жоқ дейтінін білмеймін, өз өрістеріне қарайтын бол. Мүмкін оны қызықтыратын бір өздерінің жанрының бір нәрсесін таппай жүрген болар. Ешқандай кеңес бере алмаймын оларға. Себебі ол кітап оқуға қызығушылық деген кішкентай кезден басталады. Ол үйдегі ата-аналарға байланысты. Сіздердің аға-апаларына, ата-анасына, әжесі болса тіпті жақсы. Ал екіншісі осы міндеттері барлығы мектепке барады. Сол кезде мұғалімдердің бір бәрі әсері тиеді деп ойлаймын. Колледж кезінде оқып жүргенімде бір афишасын көріп қалғанда, жарнамасын даладан көріп қалғанда үйге келіп, үйдегілерден сұрастырдым, басқа адамдардың кім екенін, барсам бола ма, тренингі болады, осы кісінің оқушылары келеді деген маған қызығушылығын танытқасын, жалғыз өзімді жібердім. Оқу ақысы ондай қатты қымбат тұрмағандықтан қуануға бардым. Мен ол кезде өзімнің жаңағы екінші Назираның басқаша көзқарасын қарадым өзіме. Басқа қырымнан тани білдім десем де болады. Жастарға дейсіз. Ең бірінші жастар білмеймін, енді жаңадан талпынып еңбек етіп жатқан Зейнеп Ахметованың кітабын «Бабалар аманатын» барлығына кеңес ретінде берер едім. Енді шуақты күндер қолыма тимеді, өкінішке орай, бірақ «Бабалар аманатының» ішінде онда деген сыйластық, құрмет барлығы да бар. Тіпті оның деген бала тәрбиесіне шейін, жаңа кімнің Батыр ағамыздың немересі бар ғой, соған деген соған бір айтып отырған сөз ретінде тәрбиелік мәні өте зор болады. Ішінде мысалы ойыншықтарды көп алып бермеңіз, ол қанағатсыздыққа әкеліп береді деп, ол ойыншықтардың немесе ақшасының аздығынан азған алып бермейді емес. Ол просто ол жаңағы көп болса да азғантайдан барлығымен жаңа қадірін білсін деп азғантайдан беріп отырыңыз делінген бар. Кейін кейбір адамдар өзінің амандаспайтын, сәлем бермейтін адамдарына баласының да амандаспаған жөн көретін еркектер бар екен. Сол туралы да айтылады. Ол егерде баласының сондай қылыққа барғанын қалап тұрған, ол баласының, жаңа перзентінің болашағын ойламауы, ол еркектің әлсіздігі деп жатылған. Не берді? Көп нәрсе десем болады. Себебі ондағы әр адам кітап оқыған сияқты өзін-өзі таниды, басқа адамдарға деген көзқарасы басқаша ойлауға тура келетін болады. Болады, көбінесе көңіл күйіме байланысты. Бүгін мен мысалы басқа бір нәрсе демалып қалайын десем, осында бір көркем әдебиеттерді таңдаймын. Ал егерде көп уақытым болатын болса, тарихи кітаптарға көшемін, сол тематикада оқуға тырысамын. Мен және екінші Назира деген сияқты бір нәрсе жазатын шығармын. Әрине. Мен кітап оқымай қалсам, бір айдан асып бара мен кітап оққанын сезінемін, себебі сөздік қорым таусыла бастайды. Адамдармен әңгімелескім келмей, сондай бір нәрселер болады.
ол менің ішкі жан дүнием бір қалай бір қайыр сұрап жатырған сияқты болады шыны керек.